Құрметті ата-аналар, қайырлы таң, қалдарыңыз қалай? Мынау ата-аналар келіп жатқан кезде міндетті түрде сұранатыным, мынау 3 маманның кеңесі міндетті түрде қолдарыңызда болу керек, иә. Невролог, лор және психологтың кеңесі. Сіз екінші қайтара жүгірмейтіндей. Себебі осы 3 маманның кеңесі болса, бізге де жеңілірек ары қарай жұмысты бастап кетуге. Сондықтан да міндетті түрде келесі мынау бүгін Хамзаның анасы өзінің кішкене отзывмен бөлісіп жатыр, иә. Яғни ол дұрыс. Бірінші біз көбіне мынау түсінуді қалыптасумен жұмыс жасаймыз. Яғни әкел, отыр, бер, иә. Мынау қалай айтсам болады, рецитивті сөйлеу, яғни қабылдаудың бұзылысымен жұмыс жасаймыз. Өйткені мынау түсіну толық қалыптаспай, бала сөйлеп кетеді деп біз айта алмаймыз. Себебі балада уже зейіні контакты әлсіз болып тұрады. Ең бірінші қолға алатын жағдай. Себебі кейбір ата-аналар неге 1-2 ай болды, неге результат жоқ деген кезде біз осыны бастапқыда айтамыз. Яғни бірақ ата-аналар көбіне әкелдім, бітті, 1 айдан кейін сөйлеп кетеді деп жатады, иә. Кішкене бұл жерде сабырлық, кішкене күту қажет болады. Өйткені баламен толық жұмыс маман қолға алғаннан кейін жұмыс істеуге болады деген сөз. Сондықтан да сенім кішкене маманмен өз араларыңызда кішкене сенім болса, балаңызды жайлы алға қарай жылжып, нәтиже көп көріп жатқан ата-аналар да бар, иә, риза болып, уже 1 айда өздерінің шағын отзывтарын айтып жатады. Сондықтан да сеніммен міндетті түрде әкелсеңіздер, нәтиже болады.